Ал құрметті ағайын, міне бүгін сіздерге Ақ сәулем деген әнді асықпай үйрететін болам. Бірінші міне тартып жіберейін. Сүйкімді аққу жазып қанатын, біздің гүлден ұшып қонатын. Міне бірінші 0 мен 0. Ешқандай пернені баспаймыз, қағыс төменге. Сосын жоғары. Бірінші сөзсіз музыкасын қалай тартылатынын көрсетейін. Міне төмен, ештеңе баспаймыз. Төмен, жоғары, төмен. 3 рет тартамыз. Сосын 1, 2. Екінші пернені басамыз. 1, екінші перне. Жоғарыға тартамыз. 4 қағыс болды, я? Соның барлығын қосамыз енді. 4 қағысты қосып тартамыз. Әрі қарай 3-ші пернеге барамыз. Мына екінші саусақпен. 1, 2, 3. Жоғарыдан бастап санаймыз. Мынау 1 болады ең басында. 1, 2, 3. 3. Сосын 2. Міне қағысы 3-ке төмен, 2-ге жоғары. Сосын ештеңе баспаймыз, төмен. Қайттан сосын 2. Сонда 4 қағыс болды. 3, 2, 0, 2. Яғни 0 деген ол ешқандай пернені баспау. Қосып тартайық жаңағы 4 қағысты. Міне тарттым. Енді басынан бастап барлығы есептегенде 8 қағыс болды. Міне 2, сосын 3, 2, 0, 2. Міне түсінікті, я? Бір қалыпты тартамыз, ешқандай жерінде тоқтамаймыз. Әрі қарай келесі жолы үстінен 5-ші перне, астынан 3-ші перне. 1, 2, 3, 4, 5. Астынан 3-ші перне. Енді тартамыз. Қағыс төменге. Төмен, сосын төмен жоғары. Төмен жоғарыны 1-ге тартамыз. Міне осылай. Бірінші төмен, сосын төмен жоғары. 3 қағыс болды. Одан кейін бөлек осы 5 пен 3-ті 4 рет тартамыз. Алмай кезек. Төмен жоғары, төмен жоғары. Сонда қосайық барлығын 5 пен 3-ті. Бірінші 3 қағыс, сосын 4 қағыс, барлығы 7 қағыс. Қағысы басында төмен, сосын қайттан төмен. Міне түсінікті болды деп ойлаймын. Енді қағыстарын өздеріңізге жазып алыңыздар, қағазға. Сосын қағаздан қарап тартыңыздар. Өйткені видеодан қайта видеоны қарап отқаннан қағаздан ыңғайлы. Тек видеоны қосымша қарасаңыздар болады. Түсіндіріп кетіп отырмын енді. Негізі мына қағазды түсініп алған жақсы, қалай тартатынын барлығы жазылған. Қағысы қандай, төмен бе, жоғары ма, міне барлығы жазылған. Мынау жоғары қағыс, мынау төмен. Сандар жазылған, міне қай жерде қай санға бару керек. Мысалы басында 0, сосын 2 деген сияқты. Тек сандар жазылған үстіңгі астыңғы. Соны саусақпен жақсылап басу керек, сол маңызды. Сосын мына қағысты жақсылап тарту керек. Мына қолмен. Сосын домбыраны жақсылап ұстау маңызды. Сонда дыбыс жақсы шығады. Сосын дыбысты анық шығару керек. Мына сызықтың алдынан басу керек. Сонда жақсы шығады. Міне бүгін бір жолын үйренейік енді. Сүйкімді аққу. Міне
сөзімен қосып түсіндіріп көрейін айтып. Буынға бөлеміз әрбір қағысқа. Басында міне 3 қағыс ештеңе баспаймыз. Сосын екінші перне ғой міне. Сосын 3, 2, 0, 0, сосын 2, сосын 5 пен 3. Сонында 5 пен 3-ке 4 қағыс, міне. Сонда мынадай әуен шықты. Сіздерде де осылай шығу керек, міне, асықпай тартыңыздар, асықтаңыздар басында. Буынға бөліп айтып көрейік енді. Сүйкімді ақ. Мына жерінде 3-ші қағысқа 2 буын бірге айтылып кетеді. Сүйкімді деген сөздің соңғы д деген буыны айтылады, сосын аққу деген сөз бар, одан кейінгі соның ақ деген бастапқы буыны айтылып кетеді. Өйткені бір-біріне келмей қалады. Сол кезде айтылып кетеді. Мына 3-ші қағыста д ақ, сосын екінші пернеге қу деп айтасыздар. Міне, д ақ, сосын қу. Аққу деген сөз ғой, анау бірігіп айтылып кетеді да, сосын аққу деген соңғы қу деген буыны содан кейін айтылады бірден. Сонда аққу деген сөз шығады. Сүйкімді аққу деген 2 сөз бірге айтылып кетеді. Қайттан көрейік. Сүйкімді ақ, сосын қу. Сонда сүйкімді аққу деген сөз шығады 4 қағысқа. Сүйкімді аққу. Енді жазып қанатын. Бұл жері қиын емес. Жазып қанат. 5 пен 3 тын. Сосын сөзі болмайды, одан кейін қағысын тартып береміз. Төмен жоғары, сосын 4 қағыс. Мына 5 пен 3-тің бастапқы бір қағысына тын деп айтылады. Қанатын деген сөздің тын деген буыны. Содан кейін әрі қарай сөзін айтпаймыз. Тағы да көрсетейін. Бүгін осы жерге дейін үйретейін, тек қана. Өздеріңізге мына нені сандарын жазып алыңыздар, ма? Мына сызбасы керек болса комментарийге жазыңыздар. WhatsApp арқылы жіберетін болам. Кім комментарий жазады жақсылап, кім осы тәсілді түсінді, сол адамға мен осы сызбаны берем. Жақсы комментарий жазған адамға. Комментарийді не туралы жазу керек? Мысалы, осы сандар арқылы үйрену әдісін түсіндіңіз ба, сол туралы ойыңызды жазу керек. Комментарий жазсаңыз, сосын мен жіберетін болам. Сосын жаңағы Ақсәулем әнінің сызбасын алайын деп едім деп қосымша жазып жіберіңіз қасына барлығын толықтырып. Сосын WhatsApp номер жіберем, сосын өздеріңізге жазып алып, үйде отырып үйреніп кетесіздер. Қағазға жазып аласыздар, сосын қосымша осы видеодан қарайсыздар. Видеодан қарау жаңағы маңызды, қалай тартылатын. Қағазға көзі түсінбей қалып жатыр көп адам. Қағаздан қарағанға. Түсініп алсаңыздар, қағаздан қараған оңай. Келесі бөлімді үйретем әрі қарай. Сосын міне былай кетеді. Біздің айырмашылығы жоқ, әрі қарайда сол сандарын басып отырамыз, тек басқа сандар болады. Біздің көлден ұшып қонатын, біздің көлден ұшып қонатын
барлығын осы ақсәуле мәнін соңына дейін үйрететін болам. Кім үйреніп жатыр, комментарийге жазыңыздар. Келесі бөлімде міне көп уақыт созбай шығаратын болам YouTube каналға. Кім үйреніп жатыр, жазыңыздар, я қиын болып жатыр ма? Ең басты нәрсе мына қағазды түсініп алсаңыздар, өте оңай болады сіздерге. Бірді түсініп алсаңыздар, саусақтарыңызды жақсылап қойып алсаңыздар. Өйткені қайта видеодан қарай беруді оңай емес, жылжытып қарай беруді. Қағаздан ыңғайлы негізі. Видеодан тек арасында қарау керек болса, музыкасын тыңдап, қалай тартылатынын қарауға болады, ал былай қағаздан тез үйренесіздер. Міне, түсініп алсаңыздар, түсінбесеңіздер тарта алмайсыздар. Жақсылап түсініп алсаңыздар, тартып кете аласыздар. Сондықтан асықпай қарап, сабақты асықпай қарап, осы тәсілмен тартып көріңіздер. Ал баршаңызға сәттілік.